Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпірге: маған бауырсақ пісіріп берші. Жарайды, пісіріп берейін. Кемпір бауырсақ пісіреді. Бауырсақты терезенің алдына суытуға қояды. Бір кезде бауырсақ домалап кетеді. Сөйтіп қоянға кезігеді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым. Енді сенен құтылу қиын емес, оңай. Бауырсақ одан әрі домалап аюға кездеді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеш, мен саған өлең айтып беремін. Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым. Енді сенен құтылу қиын емес, оңай. Сөйтіп түлкіге кездеседі. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеш, мен саған өлең айтып беремін. Менің мұрныма отырып айтшы. Бауырсақ өлеңін айтып жатқан кезде түлкі бауырсақты жеп қояды.